Мектеп директорының жолдамасын бастау үшін оқу орынбасарларынан сұхбат алуға кетті ендеше. Қазір мектептің оқушы жөніндегі орынбасары Жанаева Ақмарал Базарбаеваның кабинетінің алдында тұрмыз. Ол кісіден сұхбат аламыз. 2011 жылы 1 ақпан күні мектеп ашылды. Бұл жылы мектепке директор болып Өсімбеков Ерлан Нұржанұлы тағайындалды. Бұл мектепке Бауыржан Момышұлы мектебінен 900-ге жуық оқушы, 70-ге жуық мұғалім ауысып келген болатын. 2012 жылы мектеп директоры болып Абдразақ Олқбек Өтеген-ұлы тағайындалды. Мектепте 10 оқушыдан құралған инклюзивті оқыту сыныбы ашылды. 2012 жылы мектеп жанынан 300 квадрат метр көлемде жылыжай құрылды. Мектебімізде алғаш рет Жас ұлан жас қыран ұйымы құрылып, 15 желтоқсан күні ант қабылдады. 2013 жылы мектеп директоры Қонаев атын алу үшін ономастика бөліміне ұсыныс хат жіберді. Және жеке жылыжайдан 1 тоннадан аса қызанақ өнімін өндірді. 2014 жылы номері 122 жалпы орта мектебіне Мұсабекова Роза Құрбанқызы директорлық қызметке тағайындалып, қызмет атқаруда. 2015 жылы мектеп аттестациядан өтіп, Дінмұхаммед Қонаев атындағы мұражай ашылды. Мұғалімдердің спорттық саладағы жетістіктері кабинеті ашылды. Мектебімізге 5 жыл, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Мектебімізде облыс көлемінде 2 рет семинар өтілді. Білім бөлімінің басшысы Лесхан Қойлыбаев мырзамен оқушылардың сыр сұхбат кездесуі өтті. Мектебіміздің инновация істері жөнінде директордың орынбасары Жанаева Ақмарал тәжірибе алмасу мақсатында Турцияға барып қайтты. Мектептің Адал ұрпақ өзін-өзі басқару ұйымының президент сайланды. Және 2017 жылы мектебіміздің жас инспекторлары аудандық сайысқа қатысып жүлделі орын алды. 2018 жылы ұлы тұлға Дінмұхаммед Қонаевтың ескерткіш бюсті қойылды. Сонымен қатар мектебімізде IT сыныбы ашылды. Ағылшын тілі мұғалімі Қуандық Дана үздік жас мұғалім 2018 облыстық жастар премиясын жеңіп алды. Директордың оқушы жөніндегі орынбасары Жандос Сапаров республикалық үздік тренер байқауынан алғыс хатпен марапатталған. 2019 жыл мектеп Дінмұхаммед Қонаев атындағы номер 9 IT мектеп лицейі атына өзгертілді. Кемеңгер ұйымы адалдық ұрпақ сайысында ауданнан 1-ші орын, облыстан 2-ші орын иеленді. Робототехника облыстан 1-ші, 2-ші орын иеленді. Аудан әкімі Бейсенбай бітірушілермен адалдық сағатын өтті. Роза Құрбанқызы табысты менеджер атанды. Олқбек Абдразақ атындағы кабинет ашылды. 2020 жылы мектебіміздің директоры Мұсабекова Роза Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалының төрағасы Шөкеевтің алғыс хатымен марапатталды. Педагогикалық идеялар фестивалі республикалық конкурсынан Мықтыбеков Құрмансейіл 1-ші орын алды. Облыстық сынып жетекшілер байқауында Молдабекова Жаудыр 1-ші орынды жеңіп алды. Шексіз ғалам, шексіз білім бәріне атты челленджін бастауыш сынып бірлестігіне жолдаймыз!